Жеміс шаруашылығының негіздері. Дәріс жоспары. Қазақстандағы жеміс тұқымдарының екпе материалдарын өсіру ерекшеліктері, жеміс беретін бақты егу және оның күтімі. Жер шарында жеміс-жидек дақылдарының мыңдаған түрі өсіріледі. Олардың 60-тан астам тұқымдасы, 200-дей туысы бар. Қазақстанда жеміс ағаштарының 22 түрі өсіріледі. Олардың 10-12-сі негізгілері болып табылады. Оның 2-еуі жеміс ағасы, 4-еуі жидек тектес болып табылады. Қазақстанда жалпы жеміс-жидек дақылдарының 90%-нан астам алма, алмұрт, шие, алқоры, өрік, шабдал сияқты өсімдіктерден тұрады. Биологиялық жағынан жеміс-жидек өсімдіктерінің 95%-ы раушангүлділер тұқымдасына жатады. Академик Вавилов теориясы бойынша екпе жеміс-жидектер жабайы дақылдардан келіп шыққан. Жер жүзіндегі 12 екпе жеміс-жидек орталықтары бар. Олардың негізгісі Қытай, Жапония, Орта Азия, Европа, Сібір, Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка. Бұл жерлерде алма, алмұрт, өрік, шие, алқоры, грек жаңғағы, таңқурай сияқты өсімдіктер шыққан. Қазақстанда шекілдеу тұқымдастар жеміс-жидек шаруашылығының 64,3 мың гектар жерінен алып 74,6%-ын құрайды. Сүйектілер 13,8 мың гектарды алып 16%-ын құрайды. Жидектер 7,4 мың гектар жерді алып 8,6%-ын құрайды. Жаңғақтарының 679 гектар жерге, субтропиктілер 19 гектар жерге өсіріледі. Енді алдарыңызда шекілдеу топтары. Алма, мысалға, шекілдеу тобында жататын негізгі өсімдіктің біреуі, 50-ге жоқ түрі белгілі. Қазақстанда сол негізінен осы алма өсуі, ол алмалар 63,7% жеміс дақылдарының бөлігін құрайды. Қазақстанда алмалардың негізгі бөлігі оңтүстік шығыста егіледі. Солтүстіктің табиғаты қатал болуына байланысты онда аз өсіріледі. Дегенмен Орал мен Сібір селекциясы таулары өсіріліп келеді. Бұл алмалар қысқа төзімді болып келеді. Өнімділігі жақсы, дәмі жақсы, сақтауға өте қолайлы түрлер болып табылады. Оның кейбір түрлері үй алмасы болып табылады. Үй алмасы биіктігі 3 метрден 4 метрге жететін, діңінің диаметрі 90 сантиметрдей болатын, 2-ден 8 жылдан бастап жеміс беретін, 10-нан 30 жылға дейін тіршілік ететін ағаштар жатады. Бұның ағаштың өнімділігі 300-400 килограмм. Бір ағаштың өнімділігі. Яғни гектарына 50 тоннаға дейін өнім алынады. Алмұрт. Бұл 60-қа жуық түрі белгілі. Негізгі екі түрі кәдімгі алмұрт және орман алмұрты. Бұлардың жалпы жабайы түрлері, яғни. Қоңыржай ендікте таралған. Үй алмұртының 15-20 метр биіктікке дейін жетеді. 6-8 жылдан кейін өнім бере бастайды. Шаруашылық пайдалы уақыты 15-20 жыл. Жалпы алма 20-дан 50 жылға дейін тіршілік етеді. Бір ағаш 160 килограмға дейін өнім береді. Жалпы гектарына 10-15 центнер. Шетен. Бұл солтүстік жартышарда қоңыржай белдеуде өсетін 48 түрі бар. Оның ішінде кәдімгі шетен, Европа, Кіші Азия қаптауларында кездесетін бұта. Мичурин кәдімгі шетенге аязға төзімді ретінде көңіл бөліп, тұрыптарын бөліп шығарған. Жеміс салуы 4 жылдан басталады. Өнімділігі 600 килограмға дейін. Жалпы келесі долана бұл 1200 түр біріктіріледі. Солтүстік жартышардың қоңыржай, субтроп, кейбір аздап субтропик аймақта өсіріледі. ТМД-ның елдерінде 47 түрі өсіріледі. Оның 31-і қолда өсіріледі. Жапырағы түсетін 3-5 метрге жететін, жеміс салуы 10-15 жылда, тіршілігі 203 жылға дейін жетеді дейді. Келесі сүйек шелектектес. Бұларға алдарыңызда тұрған шие, шырын жемісі, алқоры жатады. Кәдімгі шие
Бұны тәтті шие орманды далада ертеден бастап пайда болған өсіріледі. Негізгі аудандар Украина, Ресей, Еділ бойы, солтүстік Қаптау, Өзбекстан, Қазақстан болып табылады. Шие жапырақ түсетін ірі бұта. Далалық құмдық жерлердегі шиелер аласа бойлы, 1-1,5 метр. Жемісінде қарттар, лимон қышқылдары, каротин, С дәрумендері, пектин көп болады. Үй алқорысы 2000 жылдай бұрын қолға өсіре бастаған. Негізгі алғашқы тобы Қаптауларында өсірілген деп есептеледі. Сүйекшілердің ішінде маңызды орын алатын түрлер болып табылады. 60-тан астам елде өсіріледі. Европада ең көп өндіретін Руменияда. Биіктігі 6 метрге дейін барады. 20-50 жылға дейін тіршілік өмір сүреді. Бұның жемістерінде асы, дәрумендері көп. Әртүрлі жағдайда олардан тағамдар дайындалады. Мармелад, шырын, түрлі сусындар дайындалады. Келесі жидек дақылдары. Бүтірген бұл жидек дақылдарының негізін құрайды. Бұл көп жылдық шөптесін өсімдік. 20 жылға дейін өмір сүреді. Жалпы өнімділігі 6-7 тонна гектарына. Жемісінде 80-90% су, қант болады, лимон, алма, салицилин, қышқылдары, азот, пектин заттар, С дәрумені болады. Таңқурайы. Бұның 120-дан астам түрі белгілі. Орта Азияда, Батыста, Шығыс Сібірде кең таралған. Бұл әлемнің 20 елінде өсіріледі. Европа, Солтүстік Америка негізгі өндірушілер болып табылады. Келесі топ қарақат, біздің айтып жүрген Смородинамыз. Европа, Азия, Солтүстік Африка, Оңтүстік Америка қоңыржай салқын аумақтарында өсіріледі. Жабайы түрлері табиғатта кең таралған. Келесі топ жаңғақ тәрізділер. Бұлар негізінен бұта үлкен ағаш болып табылады. Талшыннан басқаларында май мен ақуызға бай. Мысалға, олардың 70%-ға дейін тұқымында май болады, 8-ден 21-ге дейін ақуыз болады. Ал талшында 34% крахмал, 17% қант болады. Жалпы Қазақстанда жаңғақ өсімдіктері аз өсіріледі. Бұның себебі қысқа бұлар төзімсіз болып келеді. Грек жаңғағы 3 түрі бар. Жалпы солтүстік Кавказ, Қырым, Украина, Европалық аймақтарда өсіріледі. Ол грек жаңғағы отырғызғаннан кейін 4-6 жылдан бастап өнім бере бастайды. 20-30 жыл өнім жақсы береді. Келесі топтар субтропикалық өсімдіктер тобы. Алдарыңызда тұр. Бұнда әртүрлі өнімдер, өсімдіктер түрі көрсетілген. Банан, құрма, ананас, мысалға. Соның ішінде цитрус түрлері бар. Цитрус өсімдіктері лимон қышқылы пектинге бай болады. А, С витаминдері көп болады. Бұлар цитрустар Қытайда, Италияда, Испания, Грузия, Мексика, Бразилияда жақсы көп өсіріледі. Қазақстанда бұл оңтүстік аймақта оранжереяда өсіріледі. Анар бұл көп жылдық ағаш, биіктігі 5 метрге дейін жетеді. Иранда, Иракта, Орта Азияның кейбір мемлекеттерінде өсіріледі. Зәйтүн, бұл зәйтүн майымен ерекшеленеді, 60-ға жуық түрі. Белгілі Испания, Италия, Тунис, Марокко елдерінде өсіріледі. Зәйтүн кеңес үкіметінде Қырым, Грузия, Әзербайжан, Армения, Түркменстан елдерінде өсіріледі. Інжір ағашы бұл тұқымдас өсімдіктерінен шыққан. Қазіргі кезде Қырымда, Әзербайжанда, Грузияда, Орта Азияның кейбір республикаларында өсіріледі. Бұдан басқа апельсин, бұл апельсин субтропикалық дақылдардың ішінде бірінші орын алады. Орта есеппен гектарына 100-150 центнер алады. Жемісінің салмағы 50-ден 400 граммға дейін барады. Енді жалпы әрі қарай ағаш өсімдіктерінің отырғызуына тоқталатын болсақ, негізінен жеміс ағаштарын көктемде өсіріледі. Бағбанның мақсаты жақсы етіп өсіріп, яғни жақсы өнім алу.
Сондықтан ағаш отырғызу үшін арнайы шұңқыр қазылады. Оның тереңдігі мен диаметрі көшеттің түріне байланысты, жасына байланысты болады. Жеміс ағасын отырғызған кезде құнарлы қабаттың жоғарғы бетін алып, ол жерлерге қара шірік салып, жақсылап араластырып, шұңқыр түбіріне салып, су құйып, одан кейін жаңағы көшетті отырғызып, жайлап көміп көру керек. Көшеттің биіктігі 1 метрден жоғары болып шығып тұру керек. Олардың жаңағы тамырларын мұқият кесіп алмай байқап қарау керек. Бұл тез тамырланып кету үшін жағдай қажет. Суару уақытылы суарып отыру керек. Жалпы бұл ағаштарды отырғызған кезде көшеттерге көңіл бөлу керек. Көшет 2-3 жастан асқан болу керек. Арнайы питомникте өсірілгісі тіпті жақсы, өйткені ол тасымалдауға, трансплантацияға және сортының қандай екенін айқын білу керек. Бұл еккен кезде жер асты суы жақын болған жағдайда ол жер асты суына дейінгі топырақ алынып, оның астына егер су шығатын болса, шипір басқа да материалдар салып, сосын барып егу керек. Өйткені бұл арамшөпке тамыр астындағы ащы суға, жер суына тиетін болса, өсімдік өспей қалуы мүмкін. Сондықтан оның жаңағы еккен кезде мұқият қарау керек. Ағаштардың арасы 4 метр болу керек, және қасындағы тұрған ғимараттан 4 метр қашықтықта болу керек. Ағаш 20-25 жылға өсіріледі. 5 жылдан кейін бастап өнім бере бастайды. Сондықтан бұл ағашты өсіру заңдылықтарын мұқияттан қарау, сақтау керек. Сол кезде ғана жақсы өнім алуға болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.